құрметті әріптестер, Ахмет Байтұрсынов ұлт ұстазы республикалық ғылыми-практикалық конференцияның ашылуына қош келдіңіздер. Бұл конференция қазақтың ұлы ағартушысы Ахмет Байтұрсыновтың 150 жылдығына арналады. Конференция жұмысына Манаш Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан университетінің профессорлық оқытушылық құрамы, Солтүстік Қазақстан облысы білім басқармасының әдістемелік орталығының әдіскерлері, Нұр-Сұлтан, Қарағанды, Астана, Орал қалаларынан педагогтер және облыс мектептерінің қазақ тілі мен әдебиеті мұғалімдері және қауымдастық мүшелері қатысып отыр. Конференцияның ашылуына орай құттықтау сөз білім саласындағы әдістемелік орталығының әдіскері Есімсейітова Әсел Кайыровнаға беріледі. Асем Кайыровна, сөз кезегі сізде. Рахмет, Светлана Юрьевна. Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер. Бүгінгі конференцияда сіздермен кездескеніме қуаныштымын. Халқымыз өзінің тарихында ерекше орны бар екі тұлғаны ұлт ұстаз деп ардақтаған. Алдымен әрине Ұлы Абайды айтамыз. Одан кейін Ахмет Байтұрсынұлының есімі аталады. Алаш көсемі қазақтың бір туар перзенті, ұлт ұстазының еңбектері бүгін қанат жайып отырған қазақ тіл білімі, әдістеме және әдебиеттану ғылымдарының тұғыры екені анық. Ұлы тұлға Ахмет Байтұрсынұлының туылғанына 150 жыл толуына қарсаңында 2021 жылғы 19 шілдеде мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев ұлт ұстазы Алаш қозғалысының қайраткері Ахмет Байтұрсынұлының 150 жылдық мерейтойын мемлекеттік деңгейде аталып өту туралы жарлығын жария еткен болатын. Жарлыққа сәйкес мерейтойды дайындау және өткізу жөніндегі мемлекеттік комиссия құрылып, жалпы республикалық жоспар бекітілді. Жоспарда Ахмет Байтұрсынұлының мұрасын дәріптеуге бағытталған халықаралық, республикалық, өңірлік деңгейлерде өткізілетін 6 бағыт бойынша 63 іс-шара қамтылды. Ахмет Байтұрсынұлы ұлтымыздың ұлы тұлғаларының бірі. Халқымыздың бейбіт те бәйге... Мен да не камера снимет, не кошна, пожалуйста. Ахмет Байтұрсынұлы ұлтымыздың ұлы тұлғаларының бірі. Халқымыздың бейбіт те берекелі өмір сүруі үшін аянбай еңбек еткен, сол жылда басын бәйгеге тігіп, тар жол тайғақ кешуден өткен тұғырлы қайраткер екенін білеміз. Сонымен қатар Алаш баласының сауатын ашып, елімізді өркениетті мемлекеттердің қатарына қосуды мақсат тұтқанын. Жұрт ұқпаса ұқпасын, жабықпаймын. Ел бүгіншіл, менікі ертең үшін деген Ахмет Байтұрсынұлы болашақ ұрпақ үшін қызмет еткенін атап өтті. Ахмет Байтұрсынұлы реформатор. Оның бір ғасырдан бұрын таратқан ілімі, реформаторлық идеялары тек қазақ халқы үшін ғана емес, халықаралық ғылыми кеңістікте, әсіресе түркі әлеміндегі гуманитарлық ғылымдарда күні бүгінге дейін мәнін жоғалтқан жоқ. Міне сондықтан ұлт тәуелсіздігі күресінің рухани көсемі, Алаш қайраткері, қазақ тіл білімінің әдістеме және әдебиеттану ғылымдарын негізін салушы Ахмет Байтұрсынұлының шығармашылық мұрасын жан-жақты дәріптеу бүгінгі ұрпақ алдындағы парызымыз. Яғни біз әдебиетшілер, біздің парызымыз. Баршаңызды келе жатқан Наурыз мерекесімен құттықтаймын. Әрбір отбасына, елімізге бейбітшілік, амандық тілеймін. Рахмет. Светлана Юрьевна. Құрметті конференция қатысушылар, енді конференция жұмысымызды бастаймыз. Конференция жұмысына сәттілік тілей отыра, келесі сөз кезегі бүгінгі біздің конференцияның модераторы Байелова Дина Набиевнаға беріледі. Рахмет, Светлана Набиқызы. Қайырлы күн, құрметті әріптестер. Халқымыздың көрнекті қоғам қайраткері, кешегі Абай, Ыбырай, Шоқан салған аңғартушылық, демократтық бағытты ілгері жалғастырушы, ғалым, көсемсөз шебері, түрколог Ахмет Байтұрсыновтың шығармашылығын оқушыларға кеңінен насихаттау негізінде бірінші гимназияның бейнетаспасын ұсынамын. Қайырлы күн. Жарқыраған жұлдыздай болып, қоғамына адал еңбек етіп, қазақ халқының есінде мәңгі сақталған бүгін ұлы тарихи тұлға Ахмет Байтұрсынұлы туралы сөз қозғалады. Ахмет Байтұрсынұлы ұлы ағартушы, ірі ғалым, лингвист, түркітанушы, аудармашы, жазушы, зерттеуші, бірқатар оқулықтар мен оқу құралдарының авторы, қоғам қайраткері. Әрине,
Қазақстан тарихында ұлы істер мен өз іздерін қалдырған ірі тұлғалар аз емес. Алайда бір адамның бойында шебер ақын, білімді ұстаз, білікті ағартушы, дана ғалым, белсенді қоғам қайраткері болған жеке адам бұл Ахмет ұстаз. Тек таңдаулы адамдар ғана осындай мәнді өмір сүріп, ел тарихының бет бұрысына зор үлесін қоса алатынын күмәніміз жоқ. Ахмет ағамыз әрқашанда өз өлеңдерінде жастарды надандықтан аулақ болуға шақырады. Ақынның алғашқы өлеңдері 40 мысал атты аударма жинағында 1909 жылы жарық көрді. Бұл кітап арқылы қалың ұйқыда жатқан қараңғы елге жар салып, олардың ой санасын оятуға бар жігер қайратын білімін жұмсаған. Жинаққа 40 мысалдың аудармасы енген. Олардың тақырыбы әр алуан. Көпшілікке ұғымды идея, қазақ тұрмысына етене таныс суреттермен ұласа келіп, тамаша ғибратты ойлар ұсынады. Ахмет Байтұрсынұлының қаламынан туған аударма мысалдарының тақырыбы мен кейіпкерлері сан алуан болғанмен, аудармашының оларды аударудағы мақсаты біреу-ақ. Ол халыққа ғибратты ойлар, нақты насихат айту, адамдарды адамгершілікке, ынтымақ бірлікке, жаман әдеттерден арылуға шақырады. Ахмет Байтұрсынұлы Аққу, Шортан һәм Шаян. Жүк алды Шаян, Шортан, Аққу бір күн. Жегіліп тартты шеуі дүркін-түркін. Тартады Аққу көкке Шаян кейін, жұлқиды суға қарай Шортан шіркін. Бұлардың машақаты аз болмады, жұмысы орнына кеп мәз болмады. Тартса да бар күштерін аямаяқ, аслан жүк орнынан қозғалмады. Оншама ол жүк артық ауыр емес, құрсырттан пәлендеуде тәуір емес. Жүк бірақ әлі күнге орнында тұр, бірыңғай тартпаған соң бәрі тегіс. Жігіттер, мұннан ғибрат алмай болмас, әуелі бірлік керек, болсаң жолдас. Біріңнің айтқаныңа бірің көнбей, істеген ынтымақсыз ісің оңбас. Әбіш Кекілбаев Ахмет Байтұрсынұлы ұлттық тарихымызда ешкіммен салыстыруға болмайтын ерекше тұлға деген екен. Келесі сөз Ахмет Байтұрсыновтың тағылымы жайлы баяндамасы мен Манаш Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан университеті Тіл және әдебиет институты Қазақ филологиясы кафедрасының магистрі Сейінбаева Гүлфайрус Кенжеболатқызына беріледі. Сәлеметсіздер ме, құрметті ұстаздар қауымы. Бүгін біз Ахмет Байтұрсынның 150 жыл мерейтойына арналған конференцияға қатысып отырмыз. Конференцияға сәттілік тілеймін. Ал мынау жыл басы ұлыстың ұлы мерекесі Наурыз мейрамы баршамызға құтты болсын деймін. Еліміз, жеріміз аман болсын. Жұртымыз тыныш болсын, ақ мол болсын, әрбір шаңыраққа береке болсын. Еліміз ілгері дамып, әсіресе білім беру саласында үлкен жаңа жетістіктер мен табыстарға кенеле берейік. Мен бүгін Ахмет Байтұрсынұлы тағыл деген тақырыпты қозғайын деп отырмын. 150 жыл өтсе де Ахмет Байтұрсынның есімін ұлықтап, ұлағаттап жүрміз. Ахмет Байтұрсын ұлттың ұлы ұстазы, қазақ халқының рухани көсемі, ұлттық рухтың ұлы түні деген атаулармен оның сан қырлы қасиетін, яғни ұлы ұстаз, ағартушы, ғалым, түркітанушы, лингвист, әдебиетші, әдіскер, публицист, ақын, реформатор, қазақ терминологиясының негізін қалаушы, қоғам қайраткері ретінде танып біліп жатырмыз. Бірақ әлі толық танып болдық деп айта алмаймыз. Ұлы ұстаз деген атпен қазір фильмде жарыққа шықты, еңбектері зерттеліп, конференциялар ұйымдастырып жатыр, ғылыми зерттеу жұмыстары да жүріп жатыр. Бірақ осындай жұмыстар әлі толастаған жоқ. Себебі Ахмет Байтұрсынның өмірі, қызметі, барлық еңбектері, барлық кезеңде кейінгі ұрпаққа өнеге, үлгі, тағылым болып қала береді. Әке өсиетінің ықпалы мен бала кезінен білім алуға құштарлық артады. Ол кезде тіл білетін білімді жастар аз болатын. Сол жағдайды пайдаланып, пайда көру үшін емес, халқының игілігі үшін қызмет етуге бар күшін салады. Сол кездегі саясаттың құрбанына айналып, ұлт болып қырып кетпес үшін қараңғылық пен сауатсыздықпен күресу қажет болды. Осыны түсінген
Ахмет Байтұрсынов ағартушылық жолға түседі ең алдымен. Одан кейін күрескерлік жолға түсіп, жан жақты әрекет етуге тырысады. Сол кездегі талан-таражға түсіп жатқан жер мәселесі, оқу білім мәселесі және орыстандыру саясаты Ахмет Байтұрсынов қатты толғандырады. Қасына бір топ жастарды жинап, Ресей империясының министрлігіне арыз жазады. Бұл деген өте батыл қадам болатын сол кезде. Және Крыловтың 40 мысалын аударады. Бұл да батылдық, өйткені мысалдың негізгі насихаты бас көтеріп күреске шақыру болатын. Осы үшін абақтыға жабылады. Семейде 8 ай ешқандай тергеусіз тас қамауда жатады. Одан Орынборға жер аударылады. 1917 жылдың аяғына дейін осы жерде тұрады. Осы жерде көп жұмыстар атқарады. Қазақ балаларын оқытудың әдістерін, қазақ тілі, әдебиет, өнер, тарих, мәдениеті туралы өрелі ойларын айтып, оқулықтар мен оқу құралдарын жазады. Баспаға ұсынады. Халық мұраларын, ауыз әдебиетін, эпос, ертегі, жұмбақтар жинап жарияға береді. Одан кейін қазақ газетінің редакторлық міндетін атқарып жүріп, көптеген мәселелерді түсіндіру, хабардар ету мақсатында мақалаларын жариялайды. Ахмет Байтұрсынов тағылымы бұл ғылымды ұлт тілінде сөйлету арқылы ұлт мәдениетін, ұлттық сананы, ұлттық таным деңгейін жоғары сатыға көтеру болатын. Ахмет Байтұрсынов көтерген мәселе бір ғасыр өтсе де, әлі күнге дейін осы маңыздылығын жойған жоқ. Қазір де сол мәселелер бар. Сондықтан Ахмет Байтұрсыновтың жағы жасаған әрекеттері, еңбектері барлығы маңызды болып қала береді. Ахмет Байтұрсынов көзі тірісінде-ақ қазақ халқының рухани көсемі ретінде бүкіл түркі тану әлемі мойнында болатын. 1923 жылы бұрын соңды болып көрмеген жаңа үрдіс Ахаңның 50 жасқа толған мерейтойының өткізілуі. Бұл дегеніміз жалпы халықтың мойындауы деп білеміз. Қазақ мәдениетінің тарландары Мұхтар Әуезов, Міржақып Дулатов, Сәкен Сейфуллин, Смағұл Садуақасұлы, Телжан Шонанұлы сияқты ғалымдарымыз, тарландарымыз Ахмет тану ғылымының алғашқы ірге тасын қалайды. Олардың Ахмет Байтұрсынов көп қырлы еңбегін жан жақты бағалаған мақалалары мен зерттеулерінің маңызы зор болды. Бүгінгі дейін олардың қатары толыға түсуде. Олардың қатарында Мектепов, Әнесов, Жүсіпова деген және тағы басқа ғалымдарымыз қатарында тұр. Сол сияқты тағы бір тоқталғым келіп отыр, Шора Сарбаев деген бізде ғалымымыз бар. 1960 жылы баспадан шыққан қазақ тіл білімінің көрсеткіш еңбегінде Ахмет Байтұрсынның инициалымен, яғни АБ деген түрінде еңбектерінің тізімін ұсынады алғаш рет. Бұл өте қауіпті болатын. Одан кейін өйткені ғалымның тіл біліміне қосқан үлесінің зор екендігін айтпай кете алмадым дейді. Қауіп болса да осыны жазып көрсеттім дейді. Сондай-ақ 1977 жылы ғалым Рабиға Сыдықова баяндамасында тіл білімінің негізін салған Ахмет Байтұрсынов екендігін жұртқа жариялап, еңбектеріне қысқаша шолу жасайды. Осы үшін де қудаланады. Ахмет Байтұрсынов ақталысымен-ақ Рабиға Сыдықова және басқа тіл білімінің ғалымдарының жинақтауымен, басшылығымен тіл тағылымы деген 1992 жылы ең алғаш еңбегі жарық көреді. Бірнеше диссертациялық еңбектер қорғалады. Әдебиетші ғалымдардың тарапынан қолдау тауып еңбектері жан жақты зерттеле бастайды. Толық шығармалар жинағы Тіл құрал деген атпен жарыққа шығады. Ахмет Байтұрсынов туғанына 125 жыл толуына бағыштап ұлттық рухтың ұлы тіні деген атпен 1999 жылы конференция ұйымдастырылады. Бұл конференцияға осы жаңа аталған 50 жылдық мерейтойына арналған материалдар да кіреді. Осы жерде мен тін деген сөзге тоқталғым келіп отыр. Ұлттық рухтың ұлы тіні. Көп адамдар оны түсіне бермейді. Тін деген сөз қазақтың байырғы сөздерінің бірі болып табылады. Тін деген сөз бірінші мағынасы бір нәрсенің бөлігі десе, екінші ағаштың өзегі, яғни ең ішкі бөлігі дегенді білдіреді. Одан кейін жуан арқанның жібі дегенді білдіреді, және төртінші биологиялық термин, яғни ұлпа дегенді білдіреді екен, яғни дәнекер тіні деген мағынада. Яғни бұдан байқайтынымыз ұлттық рухтың ұлы тіні дегеніміз ұлттық рухтың негізін қалаушы, өзегі, басшы деген мағынаны білдіреді. Қашанда мінекей осындай бір
атаулармен беріліп отырады екен Ахмет Байтұрсынның қасиетіне байланысты. Ақанның ішкі жан дүниесінің тереңдігі, байлығы, қасиеттілігі оның биік рухымен көрінеді. Мұхтар Әуезовтің сөзімен айтқанда, қазақ халқының рухани көсемі болған. Ахмет Байтұрсынов қазақ халқының әлеуметтік өмірі мен мәдениетінде Қазан революциясынан дейін де, одан кейін де аянбай адал қызмет еткен қайраткер, үлкен талант иесі, тарихта орны айрықша зор тұлға. Оның ұлан ғайыр еңбегі сан саладан көрінеді. Ең алдымен ол балаларға арнап ана тілінде сауат ашатын әртүрлі оқу құралдарын жазады. Ғылыммен айналысады. Әсіресе тіл білімінің барлық саласына өз зерттеулерін жүргізеді. Дыбыстық жүйе, яғни фонетикада дыбыстық жүйесі деп атаған сол кісі. Морфологиядағы барлық терминдерді атаған сол. Бастауыш, баяндауыш, зат есім деген сияқты толып жатыр. Қазір оны айтатын шығар баяндамашылар. Онымен қатар ол ақын, өлеңдері бар. Өлеңдерін жаңа балалар оқыды. Одан кейін публицист, аудармашы, қазақ терминінің негізін қалаушы. Мінеке осылайша барлық қасиеттерін тізбелеп айта беруге болады. Яғни халқы үшін қызмет атқан үлкен тұлға, өнегелі тұлға, үлгілі тұлға, ұлы тұлға деп айтуымызға болады. Қазақ тіліндегі құбылыстарға алғаш ғылыми анықтама берген, қазақ тіл білімінің терминдер жүйесін қалыптастырған, тіл теориясының барлық салаларына қатысты құнды пікір қалдырған Ахмет Байтұрсынұлы мұрасын жан-жақты тану бұл кейінгі ұрпақтың парызы болып табылады. Зерттеушілердің қай-қайсысы да Ахмет Байтұрсыновты қазақша ғылым тілінің негізін қалаушы ретінде көрсетеді. Әлі күнге дейін біз Ахмет Байтұрсынның осы ұстанған принциптерін немесе жаңағы берген ғылыми еңбектерін, ой толғауларын біз әлі күнге дейін қарастырып зерттеп келе жатырмыз. Өйткені ол маңызын жойған емес. Ахмет Байтұрсынов тілдің барлық салаларына қатысты құнды пікір қалдырған ұлы тұлға болып және өнеге, үлгі, тағылым болып қала береді. Рахмет назарларыңызға. Балалар, бұл жолбасы даналыққа, келіңдер түсіп байқап қаралықта, бұл жолмен бара жатқан өзіңдей көп, соларды көре тұра қалалық ба. Даналық өшпес жарық, кетпес байлық, жүріңдер іздеп тауып алалықта деп, Ахмет атамыз айтқандай, өмірі өнеге болған атамыз жайлы сыр шертейік. Ахмет Байтұрсынов ұлт жанашыры тақырыбында сөз кезегі Батыс Қазақстан облысы Орал қаласындағы нөмір 44-ші мектеп гимназияның қазақ тілі мен әдебиеті мұғалімі, педагог зерттеуші, педагогика ғылымдарының магистрі Темірбаева Құралай Хабиболла қызына беріледі. Әріптестер, қайырлы күн. Бүгін керемет тамаша конференция екен. Ахмет Байтұрсынұлының 150 жылдығына орай бас қосып отырмыз. Жалпы Ахмет Байтұрсынұлы кім? Ол қасиетті есім қазақ үшін. Ол өз ұлтының бағы жану үшін өмірдің барлық саласына араласты. Бұған оның атақ даңқы дәлел. Қазақ халқы бір туар перзентін, қоғам және мемлекет қайраткері, ақын, әдебиет зерттеуші, ғалым, түркітанушы, публицист, педагог, аудармашы, ұлттық жазудың реформаторы, ағартушы ретінде жақсы біледі. Биыл еліміз Ахмет Байтұрсынұлының 150 жылдығын атап өтуде. Жұртшылық жақсы білуі тиіс. Ахмет Байтұрсынұлы әйгілі қарқаралы петициясы авторларының бірі болды. Осы арыз тілекте жергілікті басқару, сот, халыққа білім беру істеріне, қазақ елінің мүддесіне сай өзгерістер енгізу, ар-ождан бостандығы, дін ұстау еркіндігі, күні өткен дала ережесін қазақ мүддесіне сай заңмен ауыстыру және басқа да мәселелер көтерілді. Дәл осы кезден Байтұрсынұлының саяси қызметі басталды деуге болады. Оның алғашқы кітабы 40 мысал 1919 жылы жарық көрді. Осы кітаптың өзінде отаршылдықтың зорлық-зомбылық, елдің тұралған халық тұспалдап болса да жеткізді. Ол қазақ ғылымы тарихында ұлттық әліпби жасап, жаңа үлгі ұсынған реформатор. Оның оқу құралы қазақ жазуының тұңғыш әліппелерінің бірі, ал тіл құралы қазақ тілінің тұңғыш оқулығы. Ол ұлтына, қазақ халқына қызмет етті.
Бұл туралы Сәкен Сейфуллин кезінде былай деген болатын: Ахмет халықтың арын іздеп, өзінің ойға алған ісі үшін бір басын бәйгеге тіккен. Ахмет Байтұрсынұлы ұлтын шын сүйетін шын ұлтшыл, ол шын мәнінде ұлт ұстазы, халқымыздың рухани көсемі бола білді. 20 ғасыр басындағы қазақ зиялыларының ең үлкен артықшылығы алғашқы білімді молдадан немесе медреседен алғандығы еді. Олардың барлығы діни сауатты болатын. Ахмет Байтұрсынұлының әр мақаласы, әр кітабы Құранның бисмиллахир-рахманир-рахим деген сөздермен басталғаннан әдебиетші ғалым Айгүл Исмақовты қуаттайды. Кейін түсіп қалған бұл сөздер соңғы басылымдарда түп нұсқада қалай болған болса, солай беріліп жүр. Сонымен қатар Ахаңның араб әріптері негізінде қазақтың алғашқы әліпбиін жасап шығуы, оның көрегендігі дер едік. Ол кезге дейінгі түркі елдерінің 90% хат жазуда немесе қолжазбаларында араб таңбаларын пайдаланып келгені белгілі. Ғалымның өзі Орынборда өткен қазақ, қырғыз білімпаздарының съезінде сөйлеген сөзінде жақсы әліппенің қасиеттері жылдам жазу, баланы оқытқанда әріптерінің бөлек-бөлек оңаша тұрып көзге түсуі, жазбасында баспасының ұқсастығы. Қазіргі қазақ әліппесінен жер үстіне жақсы әліппе жоқ. Латыннан анағұрлым озық әліппеміз тұрғанда босқа латыншыл болудың керегі жоқ. Әріпке қызығып, бүкіл мәдениетімізден айырылып қаламыз ба, дейді. Осылай 1913 жылдан бастап Ахаң жасаған әліпбие мұсылман медреселерінде, қазақ орыс мектептерінде қолданыла бастады. Жазушы Сейт Кенжеахмет 1917 жылы 5-10 желтоқсан аралығында Орынборда екі жалпы қазақ съезі өтті екінші. Онда Алашорда үкіметінің құрамы бекітілген болатын. Ахмет Байтұрсынұлы Алашорда үкіметінің оқу комиссары болып тағайындалды. Қасында Мағжан Жұмабаев, Елдес Омар, Бияхмет Сәрсенов, Телжан Шунашевтар болды. Ахаң сол тұста халықтың сауатын ашу ісіне ел арасындағы молдаларды пайдаланған. Өйткені ол кісі сауат ашуға тек қаріп тану деп қарамаған. Оны тәрбиенің өзегінде балаған. Адамгершілік, жанашырлық, мейірім, шапағат секілді қасиеттерді бойына сіңірмеген адамның алған білімді зиянды деп түсінген. Торғай жерінде діни ілім үйрететін мешіт медреселер көп болған. Ахаң осы дайын тұрған ілім ошақтарын халықтың игілігіне пайдаланылуы дұрыс көрген. Сол себепті тұңғыш әліпби жасағанда халқымыз сан ғасырдан бері пайдаланып келе жатқан араб графикасының негізінде жасады. Олайша айтқанда, Ахаң жарықтық тілді дінге байлап берді. Бұл дін құрымай, тіл жоғалмайды деген сөз. Егер қазірге дейін Ахаң жасап берген әліпбимен жүргенімізде мәңгүрттер еліне айналмас едік деген пікір айтады. Бірақ жағдай алаш зиялылары ойлағандай болмады. Араб жазуы исламмен байланыстырылып, қолданыстан алынып салынды. Тек жат жұртқа Қытай, Ауған, Иранға қоныс аударған қандастарымыз Ахаң жасаған әліпбиді жүректеріне байлай кетті. Қазіргі күнге дейін олардың арасында төте жазу аталып қолданылып келіп жатқан әліпби сол Ахаңдікі. Ахан Байтұрсынұлы 1872 жылы 5 қыркүйекте Қостанай облысы Жангелді ауданында қарасты Сарытөбе елді мекенінде дүниеге келген. Әкесі Байтұрсын Шушағұлы еті тірі, намысты қолдан бермейтін адал азамат болған екен. Руластарына қысым көрсеткен Торғай уезінің бастығы полковник Яковлевті соққыға жығып, 15 жылға Сібірге айдалыпты. Әкеден тірідей айырылу бала Ахметтің жан дүниесіне қатты әсер еткен болатын. Патша әкімшілігінің әкесі мен туысқандарына көрсеткен қорлығы жанына жазылмастай жара салған ол өз өмірбаянында осы бақытсыздықтың менің Торғай қаласындағы мектепке түсуіме себеп болды деп жазды. Кішкентайынан зерек, талапты Ахмет алғашында 1882-84 жылдары көзі ашып, ауыл адамдарынан сауат ашып, кейін жақын маңдағы ауыл мектебін бітіреді. Сосын Торғайдағы 2 сыныптық орыс қазақ училищесінде білім алып, оны бітірген соң Орынбордағы мұғалімдер дайындайтын мектепке оқуға түседі.
Оны тәмамдағаннан кейін өзінің бүкіл саналы ғұмырында алдына мақсат етіп қойған қазақ балаларының сауатын ашу жұмысына бар күш жігерін арнайды. Басқадан кем болмас үшін біз білімді бай һәм күшті болуымыз керек. Білімді болуға оқу керек, бай болуға кәсіп керек, күшті болуға бірлік керек. Осы керектердің жолында жұмыс істеу керек дейді Ахан. Ағартушылықтан бастау халқын құндылықтан азаттыққа алып шығатын жол екен жақсы түсінген ол бастапқыда Ахметкерей Қонысбаев деген байдың үйінен мектеп ашып кейіннен Аманқарағай үйінде 1 жылға жуық бала оқытады. Көп ұзамай Қостанай қаласында 2 сыныптық орыс қазақ мектебіне ауысады. Міне, осылай Аханның бұралаңы көп ұстаздық жұмысы басталады. Осыған байланысты Сәкен Сейфуллин Ахмет Байтұрсынұлы қарапайым кісі емес, оқыған кісі. Оқығандарының арасынан шыққан өз заманында патша арамқулықты атарман шабармандарының қорлығына, мазағына түскен халықтың намысын жыртып, даусын шығарған кісі. Өзге оқыған мырзаларымен іздеп жүрген қорлыққа шыдап, құлдыққа көніп, ұйқы басқан қалың қазақтың ұлт намысын қорғап, ұлттың арын жоқтаған патша заманында жалғыз Ахмет еді. Қазақтың ол уақыттағы кейбір оқығандары өз губернатор соттарға күшін сатып, тілмәш болып, кейбір оқығандары арларын сатып, ұлықтық істеп жүргенде Ахмет қазақ ұлтына жан деп жазса, ақының өзі ол туралы адамның диханшысы жолға шықтым, көгі жоқ көгалды жоқ қырға шықтым, тұқымын адалдықтың шаштым еттім, көңілін көтеруге құл халықтың деп жырлайды. Алдында үлкен мақсаттар қойып, соған жетер жолда аянбай қызмет еткен қарапайым мұғалім Аханды кейін бүкіл ұлттың ұстазына айналы деген ой сол сәтте ешкімге де келмеген болар. Халқының болашағы мен мәдениеті үшін қыруар тер төккен Ахмет Байтұрсынұлының ерен еңбегі мәңгілік қазақ халқының жүрегінде орын алып, ұлтының жанашыры болған Арыстың есімі ұрпақтар есімінде сақталады деген келеді. Назарларыңызға рахмет. Ахмет Байтұрсыновтың қазақ баласына істеген еңбегі, өнер, білім, саясат жолындағы қайратын біз ұмытсақ та тарих ұмытпайтын істер болатын деп Мұхтар Әуезов айтқандай, Ахмет Байтұрсынов ұлттық тарихымызды ешкіммен салыстыруға болмайтын ерекше тұлға. Ахмет атамыздың осы қырлары жайында сіздермен Ахмет Байтұрсынов ұлтын ұлықтаған тұлға тақырыбында Петропавл қаласындағы нөмір 9 орта мектептің қазақ тілі мен әдебиеті мұғалімі Қожабекова Айгүл Серікқызы ой бөліседі. Сәлеметсіздер ме, құрметті конференция қатысушылары. Өзге ұлт өкілдеріне, яғни қазақ тілі мен әдебиет сабағын беру өте үлкен бір күрделі жұмыс. Сондықтан да біз біріншіден Ахмет Байтұрсынұлының шығармашылығымен таныстырамыз, және де көптеген ақпараттарды, шығармаларын оқытып, осындай жұмыстар атқарылып жатыр қазіргі уақытта. Ахмет тек өзі ғана жазып қоймай, ол аудармашылықпен де айналысқан. Ол өзінің 40 мысал жұмысын Петербург қаласында бастырады. Орыстың классик мысалшысы Крылов мысалдарымен бір тобын аударған. Крыловтан аудармалары өз еліне тән, жақын екенін сезіп отырып таңдаған. Бұл тұңғыш аударма еді. Ол замандастарыма деген кіріспесінде мынандай сөздерді айтып өткен. Орыстың тәржіміне етті мысалдарын, әзірге қолдан келген осы барым, қанағат азға деген, жоққа сабыр, қомсытып қоңырайма құр боларым деген. Ахмет Байтұрсынұлы өзінің еңбегі жанған жанның бірі болып табылады. Істеген ісінің жемісі соңынан келе жатқан біз жастар. Оның арты Ахмет мектебіне тізеліп кіріп жатқан жас буын, жаңа өсіп келе жатқан қазақ әдебиеті Ахмет Байтұрсынның өзінің басшысы деп санаймын. Ахан ашқан қазақ мектебі, Ахан түрлеген ана тілі, Ахан салған әдебиеттегі елшілдік ұраны 40 мысал, маса, қазақ газетінің 1916 жылдағы қан жылаған қазақ баласын істеген еңбегі, өнер, білім, саясат жолындағы қажымаған қайратын біз ұмытсақ та тарих ұмытпайды.
Әрине, Ахмет тағылымын бір сәтте оқып үйренуге болмайды. Ол өте күрделі жұмыс. Оны жылдар бойы оқып үйренуіміз керек. Ахмет Байтұрсынұлының ақын, публицист, ғалым, қоғам қайраткері санатында жасаған барлық еңбегі, тартқан қорлық, көрген азабы, болашаққа сенген үміт арманы, баршасы ұлы миссияны орындауға, туған халқы үшін қасықтай қаны қалғанша қалтықсыз еңбек етуге арналған. Ол қазақ ғылымының тарихында ұлттық әліппе жасап, жаңа үлгісі ұсынған реформатор. Ахмет Байтұрсынұлы әліпбиі қазақ тілінің табиғатына бейімделген араб жазуы негізінде жасалды. Ахмет Байтұрсынов қазақ мектептерінің мұқтаждығын өтеу мақсатында қазақ тілін пән ретінде үйрететін тұңғыш оқулықтар жазды. Оның 3 бөлімнен тұратын қазақ тілінің тұңғыш тіл құралы атты оқулығының фонетикаға, морфологияға және синтаксиске арналған бөлімдері жарық көрді. Ахмет Байтұрсынұлы ол ақын, аудармашы, ғалым, тілші, әдебиеттанушы ретінде ұлан-ғайыр еңбегі өз дәуірінде зор бағаға ие болды. Ахмет өмірі мен шығармашылығы келер ұрпаққа мәңгілік өнеге етіп қала бермек. Ахмет рухына тағзым ету біздің парызымыз. Сондықтан да Ахмет шығармашылығын, Ахметтің өмірбаянын өзге ұлт өкілдеріне үйрету біз әрине үлкен септігін тигізуіміз керекпіз. Өз тілімен сөйлескен, өз тілімен жазған жұрттың ұлттығы еш уақытта адамы құрмай жоғалмайды. Ұлттың сақталуына да, жоғалуына да себеп болатын нәрсенің ең қуаттысы тіл. Сөзі жоғалған жұрттың өзі де жоғалады. Өз ұлтына басқа жұртты қосамын дегендер әуелі сол жұрттың тілін аздыруға тырысады деген Ахмет атамыздың ұлт маңдайына біткен тұлғаның туған тіліне деген құрметі жоғары болды. Оны бәрінен биік қойды. Ендігі кезекте мен сіздерге жалпы бүгінгі таңда осы Ахмет Байтұрсынұлы қазақ руханиятының көсемі ретінде қаншалықты ол кісілердің айтып кеткен ойлары, 20 ғасырда көтерген мәселелері бүгінгі таңда неге өзекті болып тұр? Міне осы мәселеге тоқталғым келіп тұр. Бұл экспромт, бір жерде бір ойларым келіспесеңіздер айта жатарсыздар. Біріншіден, өздеріңіз білетін, қазір біз сіздермен жаһандану заманындамыз, және де бұл жаһандану заманы күнделікті өзгерісті талап ететін, мобильді дейміз ғой, сондай болуды талап ететін заман. Қазіргі міне осы сәтте де маған сондай мобильді болу керек болып тұр. Себебі бұдан да ары қарай тағы да қатысатын жерлер бар. Сонымен қатар айтылған сөздердің бір айтылып кеткеннен кейін мен басқа бір мәселені көтергім келіп тұр. Өздеріңіз көріп тұрғандай, Ахмет Байтұрсыновтың қазақ керегесін көтерем деген әркімге мәлім деген осы сөздерін өздеріңіз оқып отырсыздар. Мен бұл сөзді жайдан жай алған жоқпын, себебі бүгінгі таңда Ахмет Байтұрсынов кезіндегі Әлихан Бөкейхановтар 20-шы осыдан 100 жыл бұрын қарап отырсаңыздар, ұлтты, қазақ халқын ұлт ретінде сақтап қалу мәселесін көтерген еді. Өздеріңіз білесіздер, ол кезде біз тек қана патша үкіметінің босап шығып, құрсауынан босап шығып, біздің мәселеміз қалыптасқан өзі қазақ халқын, отаршылықтан шыққан қазақ халқын кеңес одағы кезінде өзінің дара келбетін сақтап қалу болатын. Ал енді неге ол өзекті десек, қазіргі 100 жыл өтсе де біздің жаһандану заманымызда да осы мәселе қайтадан туындап тұр. 100 жыл өтсе де ол кісілердің көтерген мәселелері бүгінгі таңның бірінші мәселесі болып тұр деп айтуға болады. Себебі ол кісілерді кезінде ұлтшыл деп дараға асты, ату жазасына кесті, ал бірақ ұлтшыл деген сөздің өзі, менің ойымша, ол ұлтжанды, патриот деген сөздерден айырып қарауға болмайды. Ол кеңес одағының кезінде ұлтшыл деп айып тағып, жазалау үшін пайдаланған деп ойлаймын. Негізгі ұлтшыл болу, әр адам ұлтшыл және ұлтжанды болу керек. Себебі, өздеріңіз білесіздер, ұлтын сүйіп, шын аянбай қызмет қылған азамат деп, мына жерде сондай азаматтар Германияда, Англияда, Японияда, Түркияда мысалы, күллі
ұлттық идеологияны енгізіп, ұрпақты тәрбиелеп, әр баланы жасынан ұлтым деп өсірген мемлекеттер, мысалы, қарап отырсаңыздар, олар кез келген жерде өзінің мемлекетін, өзінің туын паш етеді бәршаға. Ал біздің қазіргі таңда қазақстандық жастардың арасында осы мәселе біраз баяу жүргізіп жатқандықтан мен сіздерге айтқым келіп тұрғаны, бүгінгі таңда біз мектепте бола ма, жоғары оқу орнында бола ма, ұлттық идеологияға басым назар аударуымыз керек. Себебі ұлтшылдық, сіздер мені айтатын шығарсыздар, бұл неге ұлтшыл деп айтып отыр деп. Ұлтшылдық деген мағына ол кезде Ахмет Байтұрсынов, Жүсіпбек Аймауытов, Әлихан Бөкейхановтарға сақтану инстинкті ретінде қабылданды. Және ұлттық өмір сүру иммунитетін қалыптастыратын қадам ретінде біздің де қазіргі таңда осы жаһандану деген ол патша үкіметінен де, кеңес одағынан да күшті құбылыс. Себебі жаһандану деген көріп отырсыздар, бәрін жалмап барады. Біздің жаңартылған білім мазмұнының өзі, білесіздер, бұрынғы біздің беріп жатқан классикалық біліміміздің бәрін жоққа шығарып, қазіргі таңда бізде көбіне өздеріңіз жасырмай, мен бұл жерде пән мұғалімдері болғандықтан бас ашық айтып отырмын, грамматикамыз бір бөлек қалды, және мазмұнның өзі. Жалпы әдебиеттің өзін орыс мектебіндегі балалар әдебиеттен махрұм қалды деп айтуға болады. Себебі оны тілмен қосып тастады. Осы жолғы съезде біз ол мәселені көтердік. Қазақ тілі мен әдебиетін бөліп оқыту керек. Себебі орыс мектебіндегі қазақ баласы, оның жәнегі ділі қалыптасу үшін ол қазақ тілінде қазақ әдебиетін жеке дара. Бұрын біз қалай оқыттық? Солай оқыту керек деп ойлаймын. Ол қазақ тіліне қосылып кеткеннен кейін, жалпы оның негізгі ана айтады ғой, дүниенің бәрін бала әдебиет арқылы таниды, және біздің балаларымыз да қазір кітап оқымайды дейміз. Олар неге кітап оқымайды? Себебі әдебиет жеке пән ретінде жоқ. Сондықтан да менің қазіргі көтерейін деп отырған мәселем ол әр адамды, әр оқушыны, әр баланы біз қазір білімді біз бермесек те, қазір айтып жатыр ғой, мұғалім менеджер ретінде тек қана ол қалай білімді алу керек, соны ғана үйретеді деп. Біз бұрынғыдай балаларға дайын білім бермейміз ғой. Сондықтан да қазір баланы біз көбіне неге үйретуіміз керек? Оның санасында өзінің ұлтына деген сүйіспеншілік, өзінің халқына деген сүйіспеншілік. Орыс мектебіндегі балаларды біз қазір көзқарасын тілге деген, әдебиетке деген көзқарасын, өзінің ұлтына деген көзқарасын өзгерту үшін жұмыс жасауымыз керек. Себебі мен салыстырмалы түрде қарасам, орыс мектебі Лордта болды. Қазіргі мектеп, мысалы, қазақ балалары Астанада отырған. Қазақ балалар сол орыс мектебіндегі балалардың деңгейінде қазақша сөйлей алмайды. Ол мен жайдан жай айтып отырған жоқпын, мен өзімнің практикамнан, тәжірибемнен алып отырмын. Сондықтан да менің қазіргі жан айғайым ол қазір міндетті түрде, шұғыл түрде қазақ әдебиетін жеке дара бөліп тастап, қазақ әдебиетіне басымдық беру керек. Себебі біз тек қана әдебиет арқылы әлі біздің ұрпақтарымыздың, келер ұрпақтарымыздың санасында ұлтына деген, және халқына деген, жеріне деген сүйіспеншілікті сақтап қалай аламыз. Өйткені бұл біздің кезіндегі Ахмет Байтұрсыновтың ең басты, Алашорда партиясының ең басты мақсаттары болатын. Ол қазақ халқын дара, өзіне тән ділімен, тілімен сақтап қалу болатын. Әрине, тіліміз ол кезде тілді сақтап қалу мәселесі сондай тұрған жоқ. Өйткені көбі халықтың басым қазақ тілінде сөйледі. Ол кезде 14 ғасырдан бері қарай 20 ғасырға дейін қазақ болып қалыптасты. Оның тарихы, мәдениеті бәрі қалыптасты. Ал енді кеңес одағы келген уақытта бізде, білесіздер, орыстандыра бастады. Міне сол кезде мәселе, о кісілер осы біздің 70 жылдан кейін, 100 жылдан кейін осындай халға түсетінімізді менің ойымша білгендей, сезгендей, о кісілер 1000 жылда бір туатын, 100 жылда бір туатын адам болады. Соның 100 жылда бір туатын тұлғаларға жатқызамыз Ахмет Байтұрсыновты. Ал енді Абай атамыз айтқандай, Абай атамызда 1000 жылда бір туатын немесе Фараби, оларда жәнегі 1000 жылда бір туатын тұлғалар ғой. Ал енді Ахмет Байтұрсыновтың тілдің қызметін, мысалы,
мына жерде ұлтшылдық бұл нелерді сіздерге берем, сосын қарап аласыздар, мен бұған тоқталғым келіп тұрған жоқ қазір. Бұл Алашорда партиясының 2 жолы ғана болды. Мысалы білесіздер, күреске отаршылдықтан арылып, және Кеңес одағында ұлттық келбетті сақтап қалуды. Олар 2 жол болды. Біреу саяси жол болса, біреу екінші рухани ағартушылық. Көріп тұрсыздар, мен әдейі белгілеп қойдым. Бұл жерде ендігі таңда біз саяси күреске атсалыса алмаймыз. Білесіздер, оны саясаткерлер айналысады. Біздің қазіргі мақсатымыз жаһандану барысында біздің жойылып кетпеуіміз үшін тіліміздің, діліміздің және тарихымыздың, мәдениетіміздің бәрінің бастауы тілден ғана ғой. Сондықтан да біз рухани ағартушылық жолды кезінде Ахмет Байтұрсыновтар таңдаған осы жолдағы күресті әрі қарай жалғастыруымыз керек. Қазіргі таңда біздің ең басты мәселеміз рухты ұрпақ тәрбиелеу. Рух деген немен келеді ол? Ол өзін өзі сыйлаумен келеді. Ол өзінің ұлтын сыйлаумен келеді. Өзінің тілін сыйлаумен келеді. Сондықтан да біздің басты мақсатымыз қазір, біз майданда жүрген адамдармыз. Әдебиетшілер қазақ тілін ең бірінші біз жауаптымыз соған. Сондықтан да біздің басты мақсатымыз осы рухани ағартушылық болу керек. Біз сабақтарда шығарманы оқитындай деңгейге, жаңағы кітап оқитындай деңгейге жеткізіп, жалпы біздің Алашорда зиялыларының ойын жеткізетіндей деңгейге жеткізуіміз керек деген ойдамын. Ахмет Байтұрсынов өнерінің ішінде сөз өнерінің аса құдіретті екенін айтқан. Қандай сәулетті сарайлар болсын, қандай әдемі ән күй болсын, сөзбен сөйлеп, суреттеп көрсетуге, танытуға болады. Қазақ тіл білімінің негізін қалап, оқулықтар, ғылыми еңбектер жазған Ахмет Байтұрсынов әдеби тілдің мәселелеріне келгенде өте жүйрік. Тіл қасиеті, тіл әуезділігі сияқты көлемді еңбектері көркем сөздің құпия сырларын түсіндіруге арналған. Келесі сөз кезегі Есіл ауданы Корнеевка орта мектебінің қазақ тілі мен әдебиет мұғалімі Жакупова Ақмарал Оралқызына беріледі. Енді Ахмет Байтұрсынұлының сөз жасау, яғни терминдегі бір ерекше еңбектерін атап өтсем қысқаша. Яғни бұл қазақ тіліндегі алғашқы терминдерді жасап, қазақ терминологиясының негізін қалаған деп мана айтып кеткен едік. Енді Ахмет Байтұрсынның еңбегі әрине ерекше. Қазіргі күнде біздің қолданып жүрген нақты терминология саласындағы ғылыми зерттеулер осы Байтұрсынұлының термин саласындағы еңбектеріне негізделген, соны басшылық қалады. Осы орайда Рабиға Сыздықованың монографиялық жұмысында былай айтылып кетеді. Ахмет Байтұрсыновтың негізгі ұстанымы, яғни принципі, ол термин сөздердің тек қана өзіміздің ана тілі, пән сөзі дейді. Нақты сол салаға байланысты айтылу керек. Бірақ сөзден бір тілдік бірліктен тұратын сөз болу керек дейді. Және ұғымы дәл болу керек. Сипаттама компоненттері дейді, әсерлі, үнді, тұлғалас болу керек. Яғни түбіріне назар аудару керек дейді. Және ол кісінің мынандай айтып кеткен ерекше бір несі бар еді, көксеп кеткен бір арманы. Бір тектес сөз қазақ тілінен болса, немесе қазақ тілінен болмаса да түркі тілдес, ол кісінің жақсы сондай түрколог екенін де білеміз, мана Гүлфайыр жақсы айтып кеткен болатын. Түркі тілдес, бауырлас тілдерден енген сөздерді алсақ дейді, яғни кірме сөз ретінде. Және ол сөздер әдемі, әсерлі, ойнақы болуына қатты назар аударған болатын. Осы кезекте оны мысалы түбір сөздерге у жұрнағын жалғау арқылы жасап кеткен біршама терминдер осы Ахмет Байтұрсыновтың еншісінде. Мысалы өзіндік, ол өзінің қолтаңбасы стилі деп айтуға да болады. Мысалы меңзеу, әсірелеу, бернелеу, пернелеу дейді. Яғни сөздер байқасаңыздар үндесіп, ұйқасып, әуендесіп тұр. Және тағы да бір қалыптасып кеткен ұғым, ол Байтұрсынов емлесі деген осы лингвистика саласындағы. Оның өзі былай айтқан еді: жақсы құралменен дегенде тиіп жанды қинамайды. Оқу құралды сондай жан қинамайтын болса жақсы болады. Әр істің басы қиын әрине бастау. Басында қиналмай кетсе, онан әрі тың кетеді дейді.
Олай болса, әуелі оқу құралы жақсы болып, жан қинамасына не керек деп, манағы термин деген ұғымды ана тілі, пән сөз деп қолдансақ дейді. Яғни өзіміздің ұлтымыздың төл тілінің қайнар көзін ашып берді. Қазақ тілінде оқытудың әдіс тәсілдерін, манағы тіл сындырудың қыр-сырын ашып, осы басымдылықтарды бізге айқындап беріп кеткен. Және мындай жаңа айтып кеттім, термин деген сөзді, бұл жалпы халықаралық ұғым ғой. Сондықтан оны пән сөз деп айтуды ұсынған, бірақ өздеріңіз білесіздер, манаға кішкене үзіліп кетті, зерттеулер тоқырау болып кеткен заманда бұл сөз термин деп солай қалыптасып кетті. Әрине, Ахмет Байтұрсынұлының мұрындық қолымен қазақ лингвистері өздері оқулықтарды жазу барысында да пән сөздерді сол ғылыми ізденістерге негіз етіп өздері жасауға тырысты. Ұлттардың сөздерін алуға тырысты. Олар бұл істі шетел сөздерін аудармай, бізде европалық тілдерден енген сөздер көп қой. Көшіре салу арқылы жүргізбей, мәнеға жасанды тәсілмен біз айтамыз ғой, калькалау деп, сөзбе сөз аудару. Осы калькалаудан аулақ болсақ екен деп, тілдің өз бойынан сөз тудыру құбылысы негізінде жүргізіп, сол құбылысты кәсіби деңгейге қоюды осылай негізге ұстаған еді. О бастан әрине күрделі халықаралық сипатта саналатын терминдерді қазақшалауға ұмтылды. Және оны жүзеге асыра алмады дедік. Оғанда енді жоғары біліктілігімен сондай тіл мамандары, термин жасам саласында істейтін мамандардың тапшылығы болған. Өздеріңіз мына айтып кеткендей, алаш зиялыларды сол кезде қуғын-сүргінге, репрессияға ұшырап, манағы темір тордың артына тоғытылып, бақтыға қамалды, тыйым салынды. Оларға сондай қолхаттар жазғызып алған еді. Осы қазақ тілі төңірегіндегі мәселелерді зерттемеймін деген секілді. Енді тағы да бір мәнаға жаргон сөздерді қазір көбейіп кетті, өздеріңіз білесіздер, халықаралық жаргон сөздер деген бар. Бұл жаргон деген халықтардың, адамдардың ауыз екеу ара сөйлесетін, мысалы қазір толып жүр ғой, қылтима, шаптырма, шомылма деген осындай сөздерден тілді тазартуды аңсаған еді. Енді тағы да бір айтып кететін, манаға туыстас түркі тілдес халықтарға ортақ терминдерді жіктеу, классификациялау және оларды қолдану кезінде бірізділікті сақтауды өте қатаң талап ететін еді. Унификация дейміз оны, қазіргі термин. Мысалы, сала, пән бойынша бір салада қолданылатын терминді екінші салада қолданбау. Яғни мынандай ғылыми лингвистикада мынандай бір ұғым бар, термин. Синонимияның болмауы, термин сөздің жалпы синонимі болмау керек. Соны ұстау керек. Мысалы, біз өзіміз қазір айтып жүргендей, принцип деген сөзді, ол термин ғой жалпы. Біз оны ұстаным дейміз, қағида деп бірнеше түрін айтып жүрміз. Ол болмау керек. Бұл аманатқа қиянат жасаумен тең деп мен өзім санаймын. Сонымен бірге Ахмет Байтұрсынұлы өзінің қазақ мектебінің бір моделін, сауат ашудың бір білімнің өзін бастауын, ғылымға апаратын бір сара жолды салғысы келіп көксеп кеткенін білеміз. Қазақ ұлтының өзінің қаймағы бұзылмаған таза тілмен сөйлеу. Бұл да оның бір ұстанымы еді. Және термин жасамда мәнаға айттық, мәнаға калькалау әдісін тағы да айтам, аулақ болуды талап етті. Өкінішке орай бұл ұстанымды біз қазір сақтап жүрген жоқпыз. Темір торда шынжырлаулы жатқан қазақ тілін жарыққа шығаруды, ұлттық тіл ретінде дамытудың ең ұтымды ұтқыр жолы дейді, ояну арқылы оқу арқылы оянуды ұсынған. Тағы бір айтып кететін жағдай, енді қазақ терминологиясының атасы атанып кеткеннен кейін, мына қазіргі 20 ғасырдың басында бұл айтып кеттік, мәнаға 20 ғасырдың 20 жылдары нағыз алаш зиялыларын қудалау, репрессия жылдары осы тұспа-тұс келді. Сондықтан да осы 10-15 жылдағы еңбектері зая кеткен жоқ. Қазіргі терминология, термин жасау саласындағы әдебиеттердің ішінде осы Ахмет Байтұрсыновтың сөздері бар. Бірақ өкінішке орай кейбір жаңағы өздеріңіз білесіздер, қазіргі технологияның қарыштап дамыған заманында ол да қазір ысырылып келіп жатыр. Тағы бір айтып кететін,
лингвистикалық терминдеріне кішкене тоқталып кетсем, осы күні қолданып жүрген лингвистикалық терминдер Ахмет Байтұрсынұлы еңбектерінен бастау алады. Бұл Ахмет Байтұрсынұлы терминдерін екі бөлікке бөлуге болады. Бірінші, өзінің енгізген жалаң атаулар дейді. Бұл жердегі мәнаға дыбыс, буын, басу, екпін, дауысты, дауыссыз, демеу, әндесу деген шолақ, у мәнаға айтып кеткен тағы басқалары. Және оның лингвистикалық термин аясындағы атаулары: дәнекер дыбыс, жарты дауысты дыбыс деген, дауыссыз дыбыс, дауыс деген дауыстылардың гармониясы, жарым дауысты, жіңішке дыбыс деген мәнаға, шала қос дыбыс, латын, араб қарпі деген, жат қарпі деген осындай ұғымдар бар. Енді тағы бір айтып кететініміз, мына жерде Ахмет Байтұрсын әрине тілші ғылым, өзі қазақ тілі лингвистикасының табиғаты ерекше екенін ескере отырып, оның өзгерістерін мәнаға араб әліпбиін енгізген кезде ескеріп, бірнеше өзі ғылыми монографиялық еңбектер, мақалалар жазды. Сонымен осы 1926 жылғы ең алғашқы мәнаға түркі тілдес Баку қаласында, Әзербайжанда өткен түркі танушылардың бүкілодақтық бірінші съезіне делегат болып қатысып, түркі тілдеріндегі терминология жайлы деген тақырыпта сондай ауқымды баяндама жасады. Бұл баяндамасында әрине қазақ грамматикасына қатысты категориялардың, ғылыми терминдер жайында сөз қозғады. Жаңаша морфологиялық талдау, жаңа анықтамалар өзінің шығарған анықтамалармен таныстырып өтті. Енді егер Ахмет Байтұрсынұлы 5 рет сотталып, 2 рет жер аударылған екен. Егерде осы қаншама уақытын зая кетіріп, осы уақытты осындай қуғынға ұшырамағанда, бұл атқарған жұмыстары бұдан да қомақты сондай болар еді деп санаймыз. Яғни бұған ол кінәлі емес әрине. Бұған Қызыл кеңес идеологиясының соқыр солақай саясат салдары, ол кездегі сол жүргізілген жаппай русификациялау дейміз, орыстану, сол репрессиялар саласынан, осындай салдарынан термин жасам саласы кішкене кенжелеп таралап қалды. Енді сөзімді Мұхтар Әуезовтің мынандай бір өзінің ой толғамымен аяқтасам деймін. Біреу оңға, біреу солға тартып, илей беруге көне беретін ғылым жолы терінің пұшпағы емес. Әуелде қалай беттесе, көп уақытқа шейін сол бетінде жол болып қала береді. Сол себепті қазақ оқуының бетіне қандай жаңалық кіргіземіз десек те, әуелі кеңінен толғап, ойланбай іс қылудың артынан талай аурулы мәселе туып кететінін ұмытпауымыз керек. Назарларыңызға рахмет. Өмірінің өткелінде өткердің, болашағы зор мына байтақ тектелдің, тумысынан жігерлі еді, өр еді, әр қазаққа үлгі етер ер еді демекші, Мағжан Жұмабаев ауданындағы Батыр Баян атындағы мектеп-гимназияның қазақ тілі мен әдебиеті мұғалімі Бекішев Медет Қайырлыұлы қазақ тілі мен әдебиеті сабағында Ахмет шығармаларын оқытудың өзектілігін тақырыбында өзге ұлт оқушыларына қалай жеткізіп, оқытып, үйретіп жүргеніңіз туралы ой қозғасаңыз. Құрметті әріптестер, 20 ғасырдың басында қазақ елінің егемендігі жолына аянбай тер төккен алаш азаматы, мемлекет қайраткері, қазақ ғылымы мен білімінің қалыптасуы мен дамуына өлшеусіз үлес қосқан ақын, қазақ тілі мен әдебиеттану ғылымдарының негізін салушы, ағартушы ғалым Ахмет Байтұрсынов. Күреске толы ғұмыры қазақ халқының мүддесіне арналған. Халық ағарту ісіне ерен еңбек еткен тұлға Ахмет Байтұрсынов халық санасын ояту мақсатында жан-жақты ізденіп, өлең жыр жазған, оқу құралдарын жасаған, халық ауыз әдебиетінің үлгілерін жинап, аудармамен шұғылданған. Ахмет Байтұрсынов өзінің ұстазы ұлы Абай салған дара жолы мен орыс әдебиетінің мысалшыл классигі Иван Крыловтың туындыларын аударып, 40 мысал деген атпен 1909 жылы Петербург қаласында басып шығарып,
оқулық ретінде ұсынды. Ахмет Крылов мысалдарын аударуда белгілі ағартушылық мақсатты көздеді. Ол қазақ халқының әлеуметтік өміріне, тұрмыс тіршілігіне сай келетін, надандығын, жалқаулығын, алты баққан алауыздығын әшкерелейтін мысалдарды таңдап, талғап аударды. Патша үкіметінің отарлау саясатының қазақ халқының хал ахуалын әбден төмендетіп, шымбайына батқанын көре білген Ахмет Байтұрсынов 1913 жылы Жиған терген атты өлеңінде былай дейді: Қазағым, елім, қайқайып белің, сынуға тұр таянып, талауда малың, қамауда жаның, аш көзіңді оянып. Қанған жоқ па әлі ұйқың, ұйықтайтын бар не сыйқың, деп қалың елі қазағының хал ахуалын тебірене жыр етеді. Ахмет Байтұрсыновтың екінші кітабы Маса 1911 жылы жарық көреді. Бұл кітапқа енген өлеңдерінде ақын қараңғылық, надандық, шаруаға енжарлық, кәсіпке марғаулық сияқты кемшіліктерді сынайды. Масада өзінің өміріндегі ең басты мақсатты ұйқыдағы халқын оятуға жұмсайды. Ұйқысын азда болса бөлмес пе екен, қоймастан құлағына азыңдаса десе, қазағым елің, қайқайған белің, сынуға тұр таянып, талауда малың, қарауда жаның, аш көзіңді оянып, қанған жоқ па әлі ұйқың деп, ұйықтайтын бар ма деп қазақты тағы да оянуға шақырады. Ал егіннің бастары мысалында елде көп, бұл бидай адам дейді, тәкаппар оны халық шаман дейді. Қалып емес тәкаппарлық данышпанның, тұтынба бұл мінезді балам дейді. Деп санасы таяз тәкаппар надандардың болатынын ақын жылып, сондай адамдардан бойын аулақ ұстауға ақыл кеңес береді. Ал осы Ахмет Байтұрсыновтың маймыл мен көзілдірік мысалында алғанға бұл кеңесте ғибрат бар. Маймылша іс ететін көп надандар, пайдалы затты орнына жұмсай алмай, сөгетін пайдасыз деп жоқ адамдар дейді. Ахмет Байтұрсынов ғылымның жетістігін пайдалана алмағандықтарын, өздерінің білімсіздіктерін, ебедейсіз, икемсіздіктерін көрмей, кінәні басқалардан іздейтіндерді шебер суреттеген. Егер осы қазіргі уақытта да осы мысалдарға назар аударып өтсек, әріптестер, ол біздің өмірімізде де орын алуда, иә? Бұл мысалда автор тыңдаушылардың шешесіне қазақ бөлінгенді бөрі жейді деп бекер айтпағандығын, жұмыла көтерген жүк жеңіл болатындығын өсиет етіп айтады. Ат пен есек мысалының соңында бұл сөзден қандай ғибрат алмақ керек? Мысалы, еткен қайыр бір бәйтерек, қайырың біреуге еткенін болып терек. Көрерсің рақатының көлеңкелеп, қайырдың ең абзалы бұл дүниеде біреуге қысылғанда жәрдем бермек. Кейбіреу зор бейнетке тап болады, кей уақыт аз бейнетін қашамын деп аяқтайды. Мұнда не нәрсе болса да ақылға салып, ой елігінен өткізіп, сабырмен істе. Өткен іске өкінгенмен еш нәрсе өзгермейді деп бір ой тастаса, екіншіден біреу сенен қиналып көмек сұрағанда көмектес. Ондай күй сенің басыңа түскенде тым кеш болып аһ ұрарсың деп жанашырлыққа, жаныңдағы жолдасыңның жайын ұғуға шақырады. Көптеген өлеңдері сол кездегі ағартушылық бағытпен үндес болды. Ол Шоқан, Абай, Ыбырай қалыптастырған дәстүрлерді, гуманистік, демократиялық бағыттағы өрісті ойларды өзінше жалғастырушы ретінде көрінді. Қоршаған ортаға ойлана сын көзбен қарайды. Қоғам қалпына көңілі толмайды. Қазақ салты, қазақ халпы, досыма хат, жиған терген, тілек батам, жауға түскен жан сөзі, бақ тағы да басқа өлеңдердің мазмұны осыны танытады. Енді өзім мұғалім болғандықтан, жаңа Рахат Омашин айтып өтті, бір қиындық туындап тұрғаны бұл тіл мен әдебиетті қосып берген, негізі әдебиетті бөлек оқыса дұрыс болар еді. Сол себепті қазақ тілі мен әдебиет сабақтарында Ахмет Байтұрсыновтың өмірі мен шығармашылығын оқытуда тақырыпқа байланысты диалог, қойылымдар әзірлеу, рөлдік ойындар ойнату, мәнерлеп оқыту және әртүрлі сызбаларды толтыру, модельдер жасату, Вен диаграммасы, 5 жолды өлең, ассоциация,
тағы да басқа стратегияларды қолданып оқытуға болады деген пікірдемін. Қазақ әдебиеті сабақтарында оқушыларға Ахмет Байтұрсыновтың өмірі мен шығармашылығын оқытуда тақырыпқа байланысты диалог, қойылымдар, оны мен айттым, кешіріңіздер. Енді бұл арада менің немде слайдымда бірнеше не бар еді, мысалы сіздерге көрсетейін деген, қалай жасалған таблица ретінде, не ретінде. Олар енді қазір не ашылмағандықтан көрсетілмеймін, сосын егер де мүмкін болса қажет етсеңіздер салып жіберемін. Қорыта келгенде ақынның оқытуда озық технологияларды қолдану заман талабы болып табылады. Сондықтан оқушыларымызда жаңа заман талабына сай білімді, жан-жақты, мемлекеттік тілде үйрете отырып, қазақ әдебиетіне деген қызығушылықтарын оята отырып, өз ойларын жеткізе алатын, кез келген адаммен тілдік қарым-қатынасқа түсе алатын, мәдениетті, өнерге икемді тұлға болу үшін оқушы бойындағы коммуникативтік құзыреттілікті дамыту біздің қолымызда дегім келеді. Назарларыңызға рахмет. Бұл күнді оқудың керек екеніне ешкімнің таласы жоқ. Қай жұрт болса да оқумен ілгері басып тұрғандығын, кейін қалудың себебі оқудың кемдігінен екенін көріп тұрамыз. Оқусыз халық қанша бай болса да, біраз жылдардан кейін оның байлығы өнерлі халықтардың қолына көшпекші. Мұның себебі ойлап қараса біздің қазаққа мағлұмсыз емес. Ол заманда не нәрсе машинаға айналды деп сонау 1913 жылы айтып кеткен Ахмет Байтұрсынов қазақтың ақыны, әдебиет зерттеуші ғалым, түркітанушы, публицист, педагог, аудармашы, қоғам қайраткері. Қазақ халқының 20 ғасырдың басында ұлт азаттық қозғалысы жетекшілерінің бірі, мемлекет қайраткері, қазақ тілі білімі мен әдебиет тану ғылымдарының негізін салушы ғалым, ұлттық жазудың реформаторы, ағартушы, Алаш Орда үкіметінің мүшесі. Ақын ұлттың жүрегі, шешен көптің тірегі, батыр көптің білегі деген халқымыздың даналығы әркез адамға дем береді. Ахмет Байтұрсынұлының ғылыми педагогикалық мұраларының сабақтастығын жалғастыру тақырыбында сөз кезегі Ғабит Мүсірепов ауданы нөмір 2 Новайшим орта мектебінің қазақ тілі мен әдебиеті мұғалімі, Ахмет Байтұрсынов атындағы қазақ тілі мен әдебиеті мұғалімдерінің 2021 жылғы жеңімпазы Махметова Әсем Нұрланқызына сөз беріледі. Ахмет Байтұрсынов қазақ мәдениетінің тарихында үлкен бір дәуірді алып жатқан ұлы тұлға. Оның тарихи тағылымы мол, тәрбие туралы өзіне тән прогрессивтік ой пікірі бар ұлы ғалым. Қазақ философиясының тіл білімі және әдебиет тану негізін салушысы, педагог, ағартушы, мәдениет және қоғам қайраткері. Ұлт ұстазы жалғыз әліпбиді үйретудің өзінде толып жатқан әдіс бар. Сол әдістерді әрі әдіс қой өзінше өзгертіп қолданған түрлерін сөз қылсақ, әдіс түрлерін айтып түгесе алмас едік. Әдіс керекшіліктен шығатын нәрсе. Әдістің жақсы жаман болмағаны жұмсалатын орнын керек қолына қарай дей отырып, баланың сауатын ашуда қандай әдіс дұрыс екенін айқындап берді. Ахмет Байтұрсынұлы қазақ тілін меңгерудің әдістемесін негізін қалаған ғалым әдіскер екендігін бүгінгі ұрпаққа қалдырған әдістемелік мұраларынан белгілі. Ұлы ұстазымыздың өз заманында қарапайым қазақтың сауатын ашқан, әліппе, сауат ашу, тіл ашар, тағы басқа оқу құралдары бүгінге дейін әдістемелік және тіл танымдық тұрғыдан өз мәнін жоймаған құнды еңбектері екені даусыз. Естіліп тұр ма? Ғылымның әдіс керекшіліктен шығатын нәрсе, әдістің жақсы жаман болмағаны, жұмсалатын орны керек қаулына қарай деген сөздері әрбір педагогқа болжамас қағида болары сөзсіз. Өткенге барлап қарасақ, бүгінгі жаңашыл деп табылған оқыту технологиялары Ахмет Байтұрсынұлының жоғарыда аталған еңбектерінен бастау алатынын өткен жөн болар.
Мәселен, Ахмет Байтұрсынұлының бастауыш мектептерінде арналған әліпби, жаңа құрал, оқулығының жазудың көрнекілік, түсініктілік, жүйелік, өмірмен байланыстылық, тағы басқа дидактикалық ұстамдары дамыта оқыту идеясын басшылыққа алғаны анық аңғаруға болады. Себебі автор бұл еңбектерін білім белгілі бір жүйемен, ретпен берілуін ескертіп, балаға әлі келетін білімді ғана ұсынған. Баланың ойлау қабілетін дамытумен қатар, оларды іс-әрекетке жаттықтыруға қажетті деген ескерген. Бүгінгі білім берудің кеңістігінде шетелдік және отандық әдіскерлер сын тұрғысынан ойлау технологиясы, инсерт стратегиясы сияқты тағы басқа оқытудың түрлі әдістерін ерекшеліктері мен ұстамдарын айқындап көтеріп жүр. Қазіргі таңда жалпы білім берудің ең ұтымды тәсілдері ретінде Блум таксономиясын басшылыққа алып отыр. Ахмет Байтұрсыновтың ағартушылық ғылыми еңбектерін зерттеп, педагогикалық колледждер мен жалпы орта білім беретін мектептердің оқу тәрбие үрдісіне пайдаланудың ғылыми әдістемелік кешенін жасау, оны теориялық және практикалық тұрғыда негіздеп, жан-жақты дамыған шығармашыл тұлға қалыптастырудың маңызы мен мәні аса зор. Данышпан дара тұлғалар, керемет ойшылар әрқашан тұңғиық, терең, шексіз жұмбақ болатыны белгілі. Олардың ой пікірлері мен атқарған істері тарих пен заманмен астаса қабысып, тіпті бүгінгі күннің болашақтың өзекті мәселесі болып қала бермек. Осындай тұлғалардың қатарына Ахмет Байтұрсынов та жатады. Егер Ахмет Байтұрсыновтың педагогикалық мұраларында құндылықтарды іріктеп, тәлімділік мүмкіндіктерін айқындап отырып, жасаған әдістемелік ұсыныстар іске асса, онда рухани құндылықтар бағалай білетін, ұлттық және патриоттық санасы жоғары, жеке тұлға қалыптасудағы игі ықпал еткен болар еді. 2021 жылы Түркістан төрінде Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі, Тіл саясаты комитеті Шайх Сұлтан Шаяхметов атындағы Тіл қазына ұлттық ғылыми практикалық орталығының ұйымдастыруымен қазақ тілі оқытушылар арасында Ахмет Байтұрсынов атындағы республикалық байқау өткізілді. Осы байқауда мен солтүстік Қазақстан облысына қатысып, екінші орынға ие болдым. Байқаудың мақсаты қоғам қайраткері, қазақтың ұлттық ғалымның көшбасшысы Ахмет Байтұрсынұлының ғылыми педагогикалық мұраларын сабақтастығын жалғастыру болды. Сондай-ақ мемлекеттік тілдің қолдану аясын кеңейту және оны сапалы оқыту мақсатын жүзеге асырып жүрген үздік оқытушылардың жаңашыл әдіс тәсілдерін қолданудағы жұмыс тәжірибесімен танысу. Қазақ тілінің жас мамандар арасында шығармашылықпен жұмыс жасайтын оқытушыларды анықтап, озық тәжірибелерін тарату. Сондай-ақ мемлекеттік тілді оқытып жүрген оқытушылардың кәсіби беделі мен қоғамдық мәртебесін арттыру болды. Ендігі менің міндетім ұлттық педагогикамыздың тарихи, мәдени әрі рухани аспектілерін және білім берудің заманауи жетістіктерін ұштастыра отырып, еліміздің білім беру саласында дамытуға үлес қосу. Ұлт тілі, қазақ тілі жанашырларын ең үздігін таңдау арқылы оқытудың жаңашыл әдіс тәсілдерін таратуға негізім болар сөзсіз. Қорыта айтқанда, ұлтымыздың ұлы ұстазы баланың сауатын ашу, әдістерін қайткенде де жақсартамын, жетілдіремін деп әлемнің алдындағы қатарлы тәжірибелі зерттеп озығын мұғалімдердің жаңаша меңгеруін жол ашты. Қазіргі таңда бастауыш сыныптағы әліпби, қазақ тілі пәндерін оқытуда Ахмет Байтұрсынұлының әдіс тәсілдері кеңінен қолданып келе жатыр. Назарларыңызға рахмет. Әсем Нұрланқызы, рахмет. Ел боламыз десек, Ахмет Байтұрсынов қалдырған рухани мұраны толық игеріп, ол шыққан ұлттық идея биігінен көрінуі керек. Байтұрсыновшыл болу бүгінгі қазақ зиялысы алдында тұрған басты міндет екенін естен шығармағанымыз жөн. Тән көмілер, көмілмес еткен ісім, ойлайтындар мен емес бір күнгісін, жұрт ұқпаса ұқпасын жабықпаймын. Ел бүгіншіл менікі, ертең үшін деген ахаң бүгінде бізде болашаққа шақырып тұр. Сәкен Сейфуллин кезінде былай деген болатын: Ахмет халықтың арын іздеп, өзінің ойға алған ісі үшін бір басын бәйгеге тіккен Ахмет Байтұрсынұлы ұлтын шын сүйетін, шын ұлтшыл.
Ол шын мәнінде ұлт ұстазы, халқымыздың рухани көсемі бола білді. Конференция жұмысын қорытындылай келе, сөз кезегін Шамшырақ қауымдастығының жетекшісі Светлана Набиевнаға беріледі. Құрметті әріптестер, бүгінгі мінекей республикалық деңгейде өткізіп отырған Ахмет Байтұрсыновтың 150 жылдығына арналған республикалық конференциямыздың жұмысы өз мәресіне жетті. Сіздерге айтар алғысым шексіз. Бүгінгі Шамшырақ қауымдастығының бұл ұйымдастырып отырған конференциясы өздеріңізге белгілі, өзге ұлт өкілдеріне қазақ тілін, мемлекеттік тілімізді, өзіміздің ана тілімізді насихаттау, үйрету мақсатында мінекей бүгін бәріміз басымызды қосып, осындай үлкен ұлы ұлт ұстазының, ұлы тұлғамыздың шығармаларын тағы да бір парақтап ақтардық. Сіздердің мазмұнды, тәжірибелі жұмыстарыңызға көптен көп рахмет. Оқушыларыңыздың да жетістіктерін көрсетіп жатырсыздар. Мінекей ортамызда Ахмет Байтұрсыновтың республикалық конкурсына қатысқан әріптесіміз отыр. Ахмет Байтұрсыновтың есімі беріліп жатқан мектептің мұғалімдері де қатысып отыр. Енді біздің солтүстік өңірдегі тіл жанашырлары, яғни өзге ұлт өкілдеріне қазақ тіліне сабақ беріп жүрген мұғалімдеріміз, сіздерге үлкен шығармашылық тілеймін. Өйткені басқа ұлт өкілдеріне тілді үйрету бұл үлкен, күрделі әрі жауапты іс. Бұның да үлкен сұранысы бар. Үлкен талап қойылып жатыр. Мінекей осы жолдағы еңбектеріңіз жана берсін, жемістері мен жеңістерін бірге қатар көріңіздер. Сонымен бірге бізге бүгін байланысқа шығып, өзінің ғылыми тұрғыдан мақаласымен бөлісіп, жаңағы баяндамасымен бөлісіп, бізге Ахмет туралы үлкен мағлұматтар берген Гүлфайыр Кенжеболатынға үлкен алғысымызды білдіреміз. Бәріміз де осы кісінің алдынан білім алып шықтық. Мінекей бүгін ол кісі де біздің ортамызда отырып, қуанып отырған шығар, өзінің алдынан белді осы солтүстік өңірде ұстаздық еңбек етіп жатыр. Бұл да бір үлкен жетістік деп санаймын. Одан кейін бізге Орал қаласынан шыққан Құралай әріптесіміз, сізге де көптен көп рахмет, шығармашылық табыс тілейміз. Осындай әріптестік байланыста жұмыс жасап, мемлекеттік тілді өзіміздің өңірде ғана емес, басқа өңірлермен осылай тәжірибе алмасып атқаратын болсақ, әрине жұмысымыздың да ісіміздің нәтижесі ылғи да оң жағынан көрінеді. Осы конференция барысында бәріміздің басымызды қосып ұйымдастырып отырған біздің әдіскеріміз Әсем Кайырына сізге де үлкен рахмет. Яғни барлық бастаманың басы өздеріңіз білесіздер, білім басқармасынан басталады. Яғни бізді бағыттап, осында жолға, жұмысқа жаңағыдай бағыттап отырған әріптесіміз, біздің көшбасшымыз Әсел Кайырына сізге де үлкен алғысымызды білдіреміз. Бүгінгі күні облыс республикалық деңгейдегі мектептердің барлығынан 80-ге жуық мақала келіп түсті. Шамшырақ қауымдастығының құрамындағы мұғалімдер, Лорд лицейінің базасында жұмыс істеп жатқан қазақ тілі мұғалімдері бүгінгі дейін мінекей барлық мониторинг жасап, мақалалардың барлығын конференцияның бағыттары бойынша әрбір бағытқа жоспарлап, жинақты осы наурыз айының соңында электронды форматта жариялайтын боламыз. Бүгінгі конференция жұмысына қатысып баяндама оқыған әріптестерімізге алғыс хат және сертификат беріледі. Мақала жариялаған, жинаққа енген ұстаздарымызға жаңағы республикалық деңгейде Ахмет Байтұрсыновтың конференциясына қатысты деген сертификат беріледі. Бұның барлығы наурыз мерекесінен кейін қолдарыңызға тиеді, Алла жазса. Бүгінгі конференция жұмысына қатысқандарыңыз үшін тағы да үлкен рахмет. Наурыз мерекесі құтты болсын, әрбір шаңыраққа, әрбір отбасыларыңызға, елімізге тыныштық болсын, ақмол болсын, еңбегіміз жана берсін. Сол үшін барлықтарыңызға тағы да алғысымды білдіремін. Рахмет.